Баршаға сәлем достар. Бүгін біз CapCut бағдарламасына кіріспе жасаймыз. Яғни біз видео монтаж жасамастан бұрын CapCut бағдарламасын ашып, бағдарламаға кіріспе жасайтын боламыз. Яғни сіз ол жерде таймлайн, негізгі бөлім, және де бақылау терезесі, және де эффектлер, переходтар, және де сол секілді түрлі функциялармен танысатын боласыздар. Біз ең алдыменен бағдарламаның не екенін, онда жалпы қалай жұмыс істеу керегін жақсылап үйреніп алсақ, сосын бізге монтаж жасау өте оңай болады. Ал ендеше кеттік. Мен де видео монтаж жасай аламын. Айтпақшы, CapCut приложениясын жүктеден алып осы нәрсені көріп шығыңыздар. Ал ендеше біз жұмысқа кірісеміз. Google Chrome'a кіріп, CapCut для ПК деп жазып аламыз, және бұл жерде бірінші тұрған сайтқа кіреміз. CapCut приложениясын жүктеу тегін, ешқандай ақша требует етпейді. Ал енді скачать кнопкасын басамыз, өздеріңіз білетіндей скачать, установить барлығын осылай орындап аламыз. Сосын сіздерде менікіндей болмауы мүмкін, потому что менде проекттер істелген, сол үшін мен сіздерде пустой болса, мендегі проекттер сақталып қалған. Ал енді бұл жерде біз бірінші орында осы жанында тұрған окошкамен танысамыз. Бұл жерде CapCut'тың сізге өзінің беретін файлдары, яғни аудио-видео файлдар. Айтпақшы, бұл жерде CapCut бағдарламасына тіркеліп кетсеңіз, сізге бір 10 гигабайттай сізге жад береді. Ол сіздің компьютеріңізде емес, ол интернетке сақталады. Яғни сіздің файлдарыңыз интернетке жүктеледі, интернетте сақталады. Ол үшін сіз міндетті түрде тіркелуіңіз керек. Ал мына жерде біз импорт файл деген компьютер немесе ноутбуктың ішіндегі файлдар шығады. Біз бұны жүктеп алу үшін импорт файлды басамыз, және де өзіміздің керекті видеомызды видео бөлімінен таңдап аламыз. Мысалы, мен осы жерде мына бір видеоны аламын. Міне көргендеріңіздей осы құру видеоның өзі көріп тұр. Мен оны таймлайнға тастаймын. Таймлайн деген ол біздің жұмыс үстеліміз. Яғни біз дәл осы жұмыс үстелдің үстінде жұмыс істейміз. Яғни мен міне мишканы ары-бері жылжытып көріп шығамын. Тағы қазір бір видео саламын қазір. Неге мысалы мына бір видеоны алдым, бірақ бұл видео емес, аудио файл екен. Қазір міне видео файлды қосып аламын тағы. Мына қақпаға ол жайлы видео түсірген болатынбыз. Осы видеоны таймлайнға тастап аламын. Ал енді мен осы тінтуірді ары-бері жылжытып, дәл осы видеоны көріп шықсам болады. Ал видеоны пауза стоп қылу үшін пробел нүктесін бассаңыз да бола береді. Мынау бұл бақылау айнасы, яғни сіздің таймлайнында жүріп жатқан видеоңызды бақылайсыз. Ал мына видеоның барлық функциялары. Ал мына жердегі окошкаларға келсек, бұл инструменттер. Бұл инструменттер арқылы біз видеодағы болып жатқан нәрселерді, кез келген нәрсені пайдалануымыз мүмкін. Мына жерде мысалы дәл осы окошканы пайдалансаңыз, видеоның форматы өзгермейді, бірақ жай ғана сізге көрсету нәрсесі өзгереді. Мына жерде құлыпты бассам, мысалы видеоны жылжытуға болмай қалады. Ал құлыпты мен ашып жіберемін, сол үшін видеоны кез келген жерге алып қоюға болады. Дәл осы окошкамен танысатын болсаңыз, мынау Selection Tool деген пәрмен, бұл яғни кез келген видеоны алып жылжытып қоюға болады. Ал мына разделение деген бұл видеоны керек емес жерінен кесіп тастайтын инструмент болып есептеледі. Яғни бұл лезвие. Біз Selection Tool'ды таңдап, сосын тінтуірді ары-бері жылжытып, видеоны кез келген жерге қоюымыз мүмкін. Мен мысалы мына видеоны қазір өшіріп тастаймын, керек емес жері болып тұр. Ал видео өшті. Енді мен сол видеоны орнына қайтаратын болсам, қалай істеймін? Ол үшін мына батырманы басамыз. Ctrl-Z. Ctrl-Z әр қашан артқа қайтаратын функция. Мысалы міне алдына
алдына артына жылжытып, дәл осындай инструменттерді пайдалану арқылы видео монтаж істей береміз. Ал мынаған келетін болсақ, бұл видеоны бүткіл жерінен кесіп тастайды. Төбесінен де, ортасынан да. Видеоны қабат-қабат слой істегенде, бір слойды бастан аяқ кесетін инструмент. Ал мынау болса, мынау инструмент видеоның алдыңғы бөліктерін кесіп тастайды. Яғни, осы көріп тұрған тінтуірге дейінгі видеоны кесіп тастайды. Кішкене жылжып кетті мына. Окошка туырлап жайына қойып қоямыз. Ал ендеше кейінгі тінтуір пәрмені удалить ету мына жақтан удалить етсеңіз де болады. Немесе делетті пайдалансаңыз, сол арқылы удалить етіледі. Ал мына видео мынау тінтуірден кейінгі видеоны өшіріп тастау пәрмені. Ал мынау болса скриншот, яғни видеоны тінтуірдің кез келген жеріне апарамыз. Мен мысалы мына кадрды скриншот істеп тоқтатып алу мүмкін. Мына жерде видеоны восстановить етіп, дәл осылай жалғастырсаңыз да болады. Мен бастым скриншотты, ортада 3 секунд немесе 2 секундтық скриншот пайда болды. Яғни дайын скриншот. Видеоның өзінің ішінде ғана дәл осы нәрсені істеп алуға болады. Бұл өте ыңғайлы. Ал мынау функция болса, бұл инструмент видеоны оңға және солға, ал мынаусы rotation, яғни видеоны айналдырады. Ал мына инструментке келсек, видеоны кез келген жерінен кесіп алып, дәл сол жерін қалдыра салуға болады. Мінекей, көргендеріңіздей, мен кескен видеоны дәл осы жерінен сақтап алды. Қалған барлық жері кесіліп кетті. Бұл видеоны ориентациясын дәл осы жерден пайдаланса болады. Мен оны қайтаруым үшін Ctrl-Z-ті қайта басып, өз орнына келтіріп алуыма болады. Ал мынау пәрменге келсек, бұл яғни видеоның дауысын көтеріп түсіру. Бұл видеоны мына окошкадан да пайдалансаңыздар болады. Бұл инструментті осы окошкадан дәл осылай видеоның дауысын көтеріп түсіру арқылы пайдалануға болады. Ол үшін біз ендігі кезекте танысатын нәрсеміз, яғни масштаб. Видеоның масштабын жақындату немесе үлкейту. Көбінесе осындай қара экран болып қалуы мүмкін. Сол кезде сіз осы масштабты дәл осы инструменттер арқылы пайдалануыңызға болады. Мысалы, мен видеоны масштабын бұзып қойсам, дәл осылай орнына келтіру үшін Ctrl-Z-ті басуыма болады. Мінекей Ctrl-Z. Ал мынау ориентация, яғни видеоны айналдыру. Бұнында Ctrl-Z арқылы өз орнына қайтып келтірсем болады. Енді сіздерге бір мысал. Мына жерде кішігірім инструмент тұр. Бұл видеоны жылжып кеткен жағдайда өз орнына тез келтіреді. Яғни 0-ге 0 қылып сізге экранның тура ортасына қойып береді. Мінекей. Мен видеоны қазір басқа жерге алып тастаймын, яғни ортаңғы, төбеден ортаңғы, төмендегі бүткіл ортасына центрге түсіріп беретін ең қолайлы инструмент. Ал мынаған смешиванияға келетін болсақ, бұл жерде видеоның слойдың үстіне немесе астына қойған кездегі форматын көрсетіп береді. Яғни прозрачность дейді ғой, дәл сондай нәрсе. Мінекей, бүгіндікке осы сабақтар сіздерге жеткілікті деп ойлаймын. Келесіде тағы біз видеомызды жалғастырамыз. Осы окошкаларды ары-бері жылжыту арқылы сіз көп нәрсені өзіңіз үйреніп алсаңыз болады. Келесіде звук, скорость және де басқа да функциялармен біртіндеп танысатын боламыз. Қадам ба қадам барлық нәрсені үйренеміз. Ал ендеше қош, сау сәлемет болыңыздар. Біздің арнаға міндетті тіркеліп алыңыздар. Болмаса дәл осындай видеоны жоғалтып алуларыңыз мүмкін.
Біз CapCut приложениесін жабамыз. Келесіде тағы да қызықты видеоларды екінші сабақты бастайтын боламыз.